Мінсіз мұғалім қандай болу керек сіздіңше? Басқа неге барған кезде сол сабағы туралы мысалы білмей тұрмайтын, мысалы теориялық жағынан да білімі жетік болу керек деп ойлаймын біріншіден. Одан кейін оқушыларды өзіне баурай алу керек. Қайта-қайта оқушылар сол мұғалімнің сабағына барғысы келіп тұратын мұғалім болады ғой. Сол менің ойымша мінсіз мұғалім деп ойлаймын. Оқушыларды өзіне тартатын. Ғана емес, мінсіз мұғалім актер болу. Біліммен қатар енді мен ойлаймын, сол бізге актер болу керек деп ойлаймын. Және 8 қырлы бір сырлы дейді ғой, соның бәрі біздің қасиеттен табылу керекпіз. Ауа райы сияқты өзгеріп отыруымыз керекпіз ғой. Бір сабақта ренжіп отқан баланы ұстаз деген өзінің форматта өзіне тұрақты руханиға бай болу керек және кәсіби шебер өзін-өзі жетілдірген мұғалім. Ұсыныс күтемін да, осы клубта не күтесіздер? Сіздерге мен деген ол мінсіз адам. Алла тағала ғана мінсіз, біз мінсіз емеспіз. Әрбір адамның өзінің бір кемшілігі болады. Өзіңнің жетілдірілген екінші нұсқаны жасап, соған ұмтылуың керек та. Мұғалім болуға қандай қабілет жетіспейді. Мен өзімнің жоспарыма соларды қоссам. Мысалы, мұғалімге мынандай әдістемелік көмек жетіспейді екен. Бүгін мысалы